Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен алуа жұмсақ, нәзік кекстердің рецептімен бөлісетін боламын. Видеом соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай кексіміз жұмсақ, нәзік, жақсы көтерілгені көрініп тұр. Енді кезекте құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен 100 грамм қантымызды қосып, ағарып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Видео ұнап жатса, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді кезекте сұйық май құятын боламыз. Оливковый масло, сары май қоссаңыздар болады, қалауларыңызша. Енді кезекте бір қасық астық содасын қосатын боламыз. Және 200 грамм сүтімізді құйып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді кезекте електен өткізген ұнымызды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке салып, жақсылап кіртік қалдырмайынша араластыратын боламыз. Осы кезекте 180 градусқа пешімізді қыздырып дайындайтын боламыз. Дайын болған массамызды осындай силиконовый ыдыстарға құйып шығатын боламыз. Мен осы кезде сгущенка вареный қостым. Қалауларыңызша варенье қоссаңыздар да болады. Және үстіне бір қасықтан қосып шығатын боламыз. Дәл осы рецепті істесеңіздер, сіздерде 25-30-ға жуық кекстарыңыз шығатын болады. Неге кекстарымыз дайын болды. Ас болсын, сіздерде жасап көруді кеңес етемін.